Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан жасалатын рулет жасаймыз. Ол рулет өте оңай жасалады және қарапайым заттармен. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге маңыздысы баклажан керек және бізге орамжапырақ, майонез, укроп, чеснок және дәм беретін ең басты зат помидор керек. Ең алдымен баклажанды жуып, тазалап, керемешектерін кесіп тастап, дайындап аламыз. Дайындағаннан кейін осылай ұзын етіп, жұқа етіп кесіп шығамыз. Міне, қалағаныңызша көп қылып істесеңіз болады. Енді баклажанның кішкене ащы дәмі болады. Ащы дәмін кетіру үшін кесіп дайындап алған баклажандарды шұңқыр ыдысқа салып, үстінен бір ас қасық тұз саламыз. Және баклажанымыз батқанша жылы су қоямыз. Осылай баклажанды кішкене батырып жібереміз. Енді укропты ұсақтап тураймыз. Оны да алдын ала жуып алдым. Енді басқа бір ыдысқа біз майонезімізді саламыз. Бұл яғни соус болады. Очень языктың. Енді укропты майонездің үстіне салып, дәміне қарай тұз саламыз. Және кішкене паприка салсаңыз болады, немесе қара бұрыш. Мен қара бұрыш салдым. Және менде осындай чеснокты теркасы бар. Сол теркадан осылай өткізіп, майдалап аламыз. Енді араластырамыз. Бізде соус дайын болды. Енді біз басқа бір ыдысқа 2 қабат салфетканы төсейміз. Және біздің баклажандарымызды судан шығарамыз. Ол су және қоңыр болады. Ол қоңыр болса, яғни оның ащы дәмі кетті деген сөз. Біз енді салфетканы астына 2 қабат қылып төседік. Үстіне де 2 қабат қылып төсейміз. Сосын суын сіңдіреміз. Суын осылай бетіне шықса, кішкене суы шықты деген сөз. Кептіріп аламыз. Кептіріп алдық. Енді біз бұларды қуыратын боламыз. Мен басқа ыдысқа осылай жұмыртқаны араластырып алдым. Ешқандай да еш зат қоспадым. Жұмыртқаның өзі. Енді басқа сковородканы қыздырып қоямыз. Ішіне біздің баклажанымыз бататындай май қоямыз. Және жұмыртқаға батырып алынған баклажандарымызды салып, осылай екі бетін жақсылап қуырамыз. Және басқа ыдысқа біз салып отырамыз. Ол ыдыста біздің салфетка болу керек, яғни баклажанның майын сіңіріп алады. Енді тағы да подносқа осы салфетканы төсейміз, астына барлық шетіне. Сонда біздің баклажанның майы салфеткаға кетеді, яғни салфетка майын сіңіріп алады. Міне сіңіріп алды, және біздің баклажандар кішкене суыды. Енді біз көшеміз, жасай береміз уже. Біздің соусымызды осылайынан ұзынша барлық жеріне тегізіп, жұқа етіп жағып шығамыз. Енді біз соусымызды жаққаннан кейін жапырақты турап аламыз. Алдын ала барлығын турап дайындап қоямыз. Енді жапырақты осылай шетіне шығып, әдемі болып тұратындай алып жаямыз. Және помидордың жіңішке түрінен үстіне саламыз. Және тығыз қылып ораймыз. Бұл баклажаннан жасалатын рулет жазда және күзде өте танымал. Бұл мерекелік үстелге және күнделікті асқа, пикникке өте ыңғайлы және дәмді тағам. Осылайша барлық баклажандарды орап шығамыз. Егер тағамның калориясы аз болғанын қаласаңыз, пеште 180 градуста
пісіріп алсаңыз болады. Бұл салат өте оңай және тез дайындалады. Ол өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Мариям. Астарыңыз дәмді болсын.